тұра түскендей. Қазіргі таңда көп адамның көңілінен шығып жатыр деп ойлаймыз. Енді негативті ойлар да болады, әрине, оған біз ешкімге ренжіп, өйтіп ешқандай неміз жоқ, қарсылығымыз жоқ. Әркімнің өз ойы бар ғой. Әлеуметтік желілерде енді үшеуміз, продюсеріміз, жалпы біздің командамыздың барлығы соны аңдып отырамыз. Әр сағат сайын кім не деп жазды екен, кім не деп айтты екен деп. Әрине, енді көңілге тиетіндер де сөз айтып жатады кісілер. Аты шықпаса, жер өртеуден тайынбайтын Алем Бенд тобы ерекше қулық ойлап тапса керек. Біреудің атынан осылай өзіне атақ жинау дегенге келетін болсақ, әншінің арқасында әнші атақ жинамайды ғой, ол үшін басқа бір адам шақырмаса. Мәселен, Айжан Байзакованы. Соңғы кездері басыдаудан арылмай жүрген Байзакованың туындыда төбе көрсетуі күтпеген жағдай еді. Өнерпаздар бұған дейін бірнеше клип түсірсе де, аз күн ішінде мыңдаған болып құптағандардың бірі. Оның мен шын өмірдегі келбетін білмеймін, тек Инстаграмдағы келбетін білемін, сол себептен 200-ді деп айта алмаймын. Маған бір қара жүзі ғана таныс. Және де Алем Бенд оның осы шулы атын қолданып істеп жатыр. Ол еркектердің өздерінде де бір намыс қайда деп ойлаймын. Сол қызды таңдады, басқа қыздар құрып қаппа, жоқ әлде өзімнің атымды шығарам, қара пиар жинайым, жаңағы бізде просмотр көп кетеді, әнім өтіп кетеді. Емес, сен бірінші өнеріңді дамытып ал, халыққа жүрегінен бір орын алатын ән шығар. Ондай атымен танымал болса, Алем Бенд, онда Алем Бендтен не бір нәрсе күтуге болады деп ойлаймын. Аты шулының өзінің бір сыйлы аты шулы болады, құрметсіз, бір надан болған аты шулы болады. Ондайға біз қарсымыз. Енді бір үлкен ағаларымыздың айтуы бойынша атағың ұрып тұр, көшеде кетіп бартқан кезде 10 жігіт тұрса, оның 9 сені ұрғысы келіп тұрса, оның ондай атақтың не жақсылығы бар дейді да. Сондықтан ондай атақты болудың ешқандай қажет жоқ деп ойлаймын. Басын бастадық па енді. Қайтар ой жоқ. Біздің жалпы продюсеріміздің де айтқаны сол. Жігіттер дайынсыңдар, 2018 жыл енді бұйырса біздікі деді. Соған сеніп 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап алға тіке қарап, кәдімгідей нық қадаммен бастап жатқан